Сәлем қыздар, қонақ күткенде ұялмай дастарханға ұсынатын өте дәмді болшатын тағамдардың бірі қазан кебаб тағамының рецептісімен сіздермен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын алдымен мен YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен сүйектерді, еттерді осылай турап аламыз. Одан кейін картопты аршимыз. Майда болғаны жақсы. Қызып тұрған майда картопты қызартып қуырып аламыз. Осылай әдемі болып қызару қажет. Картопты қуырып алдық. Енді артық майын алып тастап, етімізді салып қуырамыз. Етті қызартып қуырамыз. Етті қызартып қуырып алдық. Енді сарымсақ саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, өздеріңізге ұнайтын приправаларыңызды салсаңыздар болады. Араластырып, үстінен пиязды саламыз. Үстінен жаңағы қуырылған картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Араластырғаннан кейін картопты бетіне қойып, 1 шай кесе су құйып, бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Ендігі кезекте гүлхам дайындайтын боламыз. Қамырын илеп дайындап қойдым. Кәдімгі мантыға илегендей етіп дайындайсыздар. Барлығы білетін болғандықтан рецепт түсірмедім. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған ет, пияз, күштен өткізілген сәбіз және құйрық май. Менде піскен түрі. Егер де сіздерде еттен қалған құйрық май болса, тастамай морозильникке қатырып қойсаңыздар, мантыға, самсыға қойсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Қамырымызды жаямыз. Қамырды барынша жұқа етіп жайыңыздар. Қамырды жайып алдық. Енді үстінен ұн сеуіп, осылай оқтаумен орап, етке кескендей етіп, осылай кесеміз. Қамырды екіге бөліп алдым. Енді ішіне салмасын саламыз. Бетін жауып, ортасын қатты баспай, тек шетін ғана басамыз. Осылай орап, түйеміз. Осылай видеодағыдай әдемі етіп формасын келтіреміз. Гүл мантыларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді мантаварканың астын майлап, мантыларымызды салып, бетіне май жағып, 45 минутта пісіреміз. Гүл мантыларымыз пісіп шықты. Тамағымыз да дайын болды. Енді ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Осылай еттерімізді ортасына қойып, шеттеріне картоптарымызды салып шығамыз. Үстінен әдемі етіп гүл мантыларымызды қойып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайтын болады. Және менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өз пікірлеріңізді астына жаза кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.